Алматыдан 200 шақырым қашықтықтағы Қордай ауылындамыз. Мұнда келуіміз тегін емес. Іргедегі қырғыз ағайын осындағы бензин, дизель отынын бөшкелеп тасып жатыр. Салдарынан жергілікті жұртқа жанармай жетіспейді деген әңгіме желдей ескен. Осы мәселенің мән-жайын анықтап, байыбына бару үшін біз өзіміздің зерттеуімізді жүргіземіз. Қордайдың тіршілігі осы шекараға барып тірелетін ұзын көшенің бойында қызғыз қайнап жатыр. Талғамыңызға қарай дәмхананың, дүкеннің сан түрі самсап тұр. Негізгі тіршілік қазір мұнда жанармай бекетінде жанданған. Бәленбай тонналық жүк көліктері бакты толтыру үшін кезекке тұрады. Көзімізге қырғыз нөмір таққандары көп түсті. Біраз жерде тек талонмен жанармай береді екен. А можно через вас заправить? Деньгами, да. Но чуть подороже. Не могу, у меня контроль. Талоны барлардың осылай төбеден қарайтын қазір дәурені жүріп тұр. Қалғандары артылғанның құйғанға тәубе дейді. Қолма-қол ақшаға жанармай неге тез таусылып қалатынын түсіндіріп жатқан ешкім жоқ. Қордайдың өз басында жанармай бекеті көп болғанмен тапшылықтың барына таксистер шағымданады. Мәселен, мына бірі мүлде істемей тұр, ал оған қарсы тұрған жанармай бекетінде тек 92 және 95 маркалы бензин бар. Дизель атымен жоқ. Мен сәләркім машинам. Бүйірден жасай аламын, Алматыдан жасаймын. Алматыға барамын. Сонда Қордайда тұрып, өздеріңіз сонда дизель алып? Сәләркі жоқ. Бір-екі демалыс болып сәләркі аламаймын. Бензин таққанның бәрі жип сатып алған, 400-500 литрлік бақырып алған, өтеді. 230 мың теңге пайда көреді. Ағамыз айтқан джиптердің ұсқыны осы. Артын әдеттегіге қарағанда көтеріп алған. Гәп мынада. 400 литрлік қосымша бак жалғағандықтан көлік басылып қалмас үшін рессормен көтереді. Одан бөлек шекарадан 20 литр канистрмен алып өтуге рұқсат. Кезекте тұрған мына бір джип Бішкектен келген екен. Рөлді тізгіндеген келіншек жиі қатынайтынын жасырмайды. Ол жақта қаншаға қымбат мысалы? Қанша процентке? 5 сомға да. Ау? 5 сомға. 5 сомға қымбат па? Жүзін жасырған жүргізуші Қырғызстандағы шынайы бағаны да жасырып отыр. Бір сом 5 теңге болса, 25 теңге үшін айырғалпақта ағайынның Қордайға сабылмайтыны анық. Бергі беттен арғы бетке өтпек көліктер осындай ұзын сонар кезекте тұр. Көбі қырғыз нөмірмен. Ол жақтағы жанармай бағасы қандай, тапшылық бар ма? Осы және өзге де сұрақтың жауабын алу үшін Қазақстан шекарасын кесіп, Қырғызстан жаққа өтіп, жағдайды біліп қайтуды жөн көрдік. Мұнда да шекарадан өтуге ентелеп тұрған көлік тізбегінен көз сүрінеді. Кептелісте ебін тапқандар тауарын сатып пайдаға кенелуде. 100 метр әрі жүргеннен соң баклажкаға бензинін құйып, жол бойына шығарып қойғандар кезікті. Сатпаймыз біз ештеңе. Отырамыз, демалып. Үйім көшеде отырамыз, бала шақамен. Жоқ, біз ештеңе сатпаймыз. Камера қосылғанда алып сатардың әңгімесі демде өзгере қалды. Сатпаймыз деп айтқанынан айнып. Жергілікті жұрт осылай Қазақстаннан келген бензинді астыртын өткізетіндер көп екенін жасырмайды. Сұраныс жоғары, өйткені ресми жанармай бекетіндегі баға қымбат. Бішкекке жақын жердегі жанармай бекетінің біріндеміз. Жүргізушілер көп тұтынатын АИ 92 маркалы бензинді Қазақстандағы бағамен салыстырып көрсек, мұнда 1 литрі 52 сом 70 қиынға тең. Теңгеге шаққанда 274 теңге. Ал біздегі баға орташа 177-180 теңге. Яғни арғы беттен бізден алатын болса, бақандай 100 теңге ұтатын болып тұр. 30 минут жанармай бекетін бақылағанда бар жоғы екі көлік атпасын бұрды. Қымбатшылықтан қажыған жүргізушілер баға реттелмейінше Қазақстанның сұйық отынын тұтына береміз дейді. Дизель құюға келдім. Пандемия кезінде 1 литрін 30 сомға алатынбыз. Қазір 75 сомға қымбаттап кетті. Арасында Қазақстан жаққа өтіп тұрамын. 2 есеге арзан. Меніңше монополияның кесірі. Қашанғы осылай қымбатшылықтың қыспағына жүреміз.
Жарты күнде көрген жағдайымыз осы. Қырғызстандағы қымбатшылық жұрттың Қазақстандағы жанармайды тонналап тасуына түрткі. Артық 5-10 теңге үшін астыртын барып келіп жүрген өзіміздің ағайында жетеді. Кесірін жергілікті халық көреді. Бекеттері мен ымжымы бірлер жанармайды шекара асырғанда тұрғындар тапшылыққа тап болып тұқырады.